Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің шығарылымда 2-ші тоқсанға арналған дүниежүзілік тарих пәнінен 8-ші сынып БЖБ талдауымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің БЖБ-мыздың тақырыбы неліктен Мұстафа Кемалды Ататүрік деп атады, Сун Яценнің 3 қағидаты Қытайда қалайша өзгертті деген тақырыптар бойынша келіп отыр. Бүгінгі біздің тапсырмаларымыз бірінші кезекте Мұстафа Кемалдың Ататүрік деп атануының себептерін берілген салалардағы қызметтің негізінде жазыңыз. Біріншісі мемлекеттік басқаруда, екінші дін мен мемлекеттік қатынасында, мәдениет саласында. Екінші тапсырмамыз суретті пайдалана отырып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрағымыз Сун Яценнің суреттегі тарихи тұлғалармен қандай байланысы бар, дәлел келтіріңіз. Екінші сұрағымыз Сун Яценнің 3 халықтық принципі қандай, 3 халықтық принцип Қытайға қандай өзгерістер алып келді деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бүгінгі біздің бір жауабымыз 9 балдан тұратын болады. Міне көріп отырмыз. Жауаптары бірінші кезекте Мұстафа Кемалды Ататүрік деп атануының себептерін берілген салаларда қызметтің негізінде жазыңыз. Біріншісі, Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жеңіліс тапқан Түркия ендігі кезекте өз жерлерін сақтап қалу барысында шет елдермен келісім шарттар жүргізуге мәжбүр болды. Міне осы кезеңде мемлекетті басқаруда Мұстафа Кемал Ататүрік зор еңбек сіңірді. Ататүріктің бастауымен 1923 жылы 29 қазанда Түркия Республикасы деп атала басталды және халифаттардың жойылуына себепкер болды. Екіншісі, Мұстафа Кемал Ататүрік Түркия елін зайырлы мемлекетке айналдырды, дінге шектеу қоймады. Үшіншісі, мәдени саласында 20 ғасырдың бірінші жартысында Түркия мемлекетінде біршама өзгерістер орын алды. Соның ішінде шариғат соттары таратылып, оның орнына жаңадан еуропалық стильдегі жаңа сот жүйелері, жаңа заңдар пайда болды. Әйелдер мен еркектерге тең құқықтар берілді. Латын жазуына негізделген жаңа түрк әліпбиін қабылданды. Жаңа дәуірге сай жоғары оқу орнында құрылды, біртұтас білім беру жүйесі енгізілді. Екінші тапсырмамыз суреттерді пайдалана отырып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Сун Яценнің суреттегі тарихи тұлғалармен қандай байланысы бар, дәлел келтіріңіз дейді. Жауаптары: Сун Яцен жаңа Қытайды құру барысында КСРО-дан көмек сұраған болатын. Суретте КСРО басшылары Ленин, Сталин, Қытай үкімет басшылары көрсетіліп отыр. КСРО әскери көмек көрсетті. Екінші тапсырманың екіншісі: ұлтшылдық жат жерлік манжур әулетінің билігін құлатып, таза қытайлық билікті қалпына келтіру болды. Халық үкіметі монархиялық билікті жойып, республикалық билікті орнату болды. Халық игілігі жерге иелік ету құқығын теңестіру немесе жерді ұлт меншігіне айналдыру және прогрессивті жер салығын қалыптастыру дегенді білдіреді. Міне оқушылар, бүгінгі біз жұмыс осымен аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.